Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін қаймақсыз өте дәмді қыздар. Осындай жұмсақ болып шығатын үлкен көлемде зебра пирогын жасайтын боламыз. Алдымен бізге 6 жұмыртқа керек. Оған қантты қосып, массамыз 2 есеге ұлғайғанша жақсылатып барлығын араластырамыз. Мінекей массамыздың түсі осылай ағарып, көлемін 2 есеге ұлғайту керек. Мінекей 5-6 минуттан кейін жұмыртқалы массамыз осында әппақ болып үлпілдек болып көтеріледі. Енді оған иісі жоқ сұйық май 3-2% кез келген сүтті қосуға болады. Егер де сізге сұйық май ұнамайтын болса, сұйық майдың орнына сары майды ерітіп қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылатып араластырамыз, одан кейін ұнды аз-аздан салып тұрамыз. Міндетті түрде електен өткізіп салсаңыздар, сіздің пирогыңыз үлпілдек өте дәмді болады. Мінекей енді қалған ұнды саламыз, оны да жақсылатып осылай електен өткіземіз. Енді бір пачка разрыхлительді саламыз. Разрыхлительдің құрамында ванилин болмаса, қасықтың ұшымен сәл ванилин қоссаңыздар болады. Жақсылатып, енді венчик немесе миксердің көмегімен түйіршіктері кеткенше осылай бір бағытта араластырамыз. Ең алғаш рет менің жасаған пирогтарымның бірі осы зебра пирогы болды. Оны бірақта диаметрі 23 сантиметрлік болатын формада жасадым. Ал бүгін көлемі үлкен, қонақ дастарханға жасауға болады. Сонымен қатар көп отбасыларға осы пирогты жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан көлемі үлкен осындай пирогты жасауға болады. Мінекей барлық түйіршіктері кетті, қаймақ тәріздес массамыз пайда болды. Енді оны теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Және де бір бөлігіне 3 ас қасық ұнды саламыз, ал екінші бөлігіне 3 ас қасық какаодан қосатын боламыз. 2 массаны тағы да жақсылатып осылай араластырамыз. Жәйменде пешімізді қыздырып бастаймыз, өйткені қызып тұрған пешке зебра пирогын пісірсеңіз үлпілдек болып піседі. Мінекей ақ салмасын араластырдық. Енді екінші осындай шоколадный массасын араластыратын боламыз. Какао қыздар менде рахаттікі. Сіздерге да рахаттың какаосын пайдалануға кеңес беремін. Ешқандай дәмі де шықпайды, өте дәмді болып шығады. Сонымен қатар достар, менің YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. Комментарийға менің каналымда қандай рецептерді көргіңіз келеді жазып кетсеңіздер, келесіде сол тағамдардың рецебін түсіруге тырысатын боламын. Мінекей начинкамыз дайын болды. Пергамент төселген қағазға енді бір ожаудан 2 түрлі начинкамызды осылай құйып шығатын боламыз. Міндетті түрде пергамент қағазы қыздар жабыспайтын қағаз болғаны жақсы. Мен өзім Покланның пергамент қағазын пайдаланамын. Мінекей бір-бірінен кейін үстінен осылай бір ожаудан барлығын құйып шығамыз. Одан кейін шпажканың көмегімен осылай әдемі етіп узорларымызды жасаймыз. Қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттың ішінде біздің пирогымыз үлпілдек болып әдемі болып көтеріліп пісетін болады. Егер де рецепт ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін бассаңыз, қандай да осындай бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Мінекей 30-35 минуттың ішінде пирогымыз осындай үлпілдек болып, қып-қызыл болып піседі. Пирогты қызар піскеннен кейін бірден пештен алмаймыз. Бір 5 минуттай пештің есігін ашып қойып, пирог сол кезде іште тұру керек. Сол кезде сыртқа шығарған кезде пирог басылып қалмайды. Осындай үлпілдек өте дәмді болады. Рецепт ұнап жатса, лайк басып парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.